Баршаңызға сәлем. Бүгін бәрімізге таныс балалық шақтың дәмін еске түсіретін гүл пішініндегі ортасында тосабы бар өте нәзік қытырлақ печенье дайындаймыз. Ендеше бастайық. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, оның үстіне сахарный пудрамызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстіне бір жұмыртқамызды қосып, тағы да араластыратын боламыз. Мінекей осындай масса болғанша араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрах етелімізді және ванилинімізді салып, шым-шым тұзымызды қосып, 2-3 бөлікке бөле отырып, осылай лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Мінекей ұнымыздың екінші бөлігінде салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біздің қамырымыз осындай болып шығады. Енді кондитерский мешокқа осындай насадкамызды салып, қамырымызды мешокқа салып аламыз. Енді бетіндегі начинкасына осындай тағы да мешокқа үйдегі кәдімгі вареньемізден 2 шай қасықтан салып аламыз. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы тестомызды гүл пішінінде сығып шығарамыз. Мінекей печеньелерімізді дайындап алдық. Енді ортасын осындай саусақпен тесіп шығыңыз. Үстіне вареньені осылай құйып шығамыз. Мінекей біздің печеньеміз дайын. Енді қызып тұрған пеште 190 градуста 15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мінекей балалық шақтың печеньесі дайын. Егер осындай үйдің иісі аңқыған қарапайым әрі дәмді рецепті ұнатсаңыз, каналыма жазылып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.